Бүгінгі тақырып британдық неоконсерватизм және социализмнің шведтік үлгісі. Бірінші сұрақ: соғыстан кейінгі Ұлыбританияның жағдайы. Ұлыбритания екінші дүниежүзілік соғысты Гитлерге қарсы коалицияға қатысқан жеңімпаз мемлекет ретінде аяқтады. Бірінші дүниежүзілік соғыспен салыстырғанда зардап шеккендердің саны аз болғанымен, материалдық шығын бірнеше миллиард фунт болды. Ұлыбритания өзінің сыртқы қаржы активтерінің басым бөлігін жоғалтып, ақш-қа қарыздар болды. Соғыс аяқталғаннан кейін ел ішіндегі жұмысшылар арасында прогрессивті өзгерістерге, британдық отар халықтар арасында азаттыққа деген ұмтылыс өсті. Елде консервативті партия мен саяси ықпал үшін күрескен лейбористік партияның танымалдылығы өсті. 1945 жылы лейбористік партия жеңіске жетті. Лейбористер әлеуметтік салада реформалардың ауқымды бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарлама болашаққа бет бұру деп аталды. Есте сақтаймыз, лейбористердің екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ұлыбританияның билік басына келген лейбористердің бағдарламасы болашаққа бет бұру деп аталды. Оның түпкі мақсаты Ұлыбританияның социалистік достастығын құру деп жарияланды. Осы мақсатты лейбористер экономиканың эволюциясында мемлекеттік меншік үлесін ұлғайтуды ең ұтымды жол деп санады. 1945-1951 жылдар аралығында Клемент Этлидің лейбористік үкіметі билік басында болды. Мына алдарыңызда Клемент Этли 1945-1951 жылдар аралығындағы лейбористік үкіметтің билік басында болды. Сыртқы саясат саласында Этли үкіметі консерваторларды қолдады. Америка Құрама Штаттарымен ерекше қарым-қатынас ең маңызды бағытқа айналды. 1946 жылы Этли үкіметі қырғи-қабақ соғыстың бастамашысы болды. Сол жылы атом бомбасын шығару туралы шешім қабылдады. 1948 жылдың көктемінде Ұлыбритания Батыс одағын құру жөніндегі Брюссель пактісіне қосылды. 1951-1964 жылдары Ұлыбританияда консерваторлар билік жүргізді. Премьер-министр Макмиллан өзгеріс желі жөнінде жариялады. Міне алдарыңызда 1951-1964 жылы Ұлыбританияда билік басында болған консерваторлар партиясының жетекшісі Макмиллан. Есте сақтаймыз. Яғни бұл кісі өзгеріс желі жөнінде жариялады. Консерваторлар НАТО мен байланыстарды нығайту бағытын жалғастырды. Қырғи-қабақ соғыс жылдарында американдық базалар Британ аралдарында қоныстанды. ақш пен Ұлыбританияның ядролық күштері жалпы әскери жоспарлар бойынша бірікті. 1964-1970 жылдары билік басына лейборист Вильсонның үкіметі болды. Міне алдарыңызда. Есте сақтаймыз, 1964-1970 жылдары Ұлыбританиядағы биліктің басында лейбористердің осы жетекшісі Джеймс Гарольд Уилсон болды. Бұл үкіметтің саясаты әлеуметтік мемлекетті құруды көздеді. Әлеуметтік саясаттың көптеген бағыттан күшейтті. Келесі сұрақ: Маргарет Тэтчердің неоконсерватизмі. 1979 жылы Ұлыбританияда сайлау өтіп, консерваторлар жеңіске жетті. Ол Европалық мемлекеттің премьер-министрі болған алғашқы әйел, яғни Маргарет Тэтчер. 79 жылы билікке келген консерваторлардың жетекшісі Маргарет Тэтчер жалпы Европадағы ең тұңғыш билікке келген әйел. Тэтчердің премьерлігі 20 ғасырдағы ең ұзақ премьерлік болды. Кеңес басшылығын қатаң сынға алған үшін темір ханым атауына ие болып, ол тэтчеризм деп аталатын
саясаттың бір бөлігіне айналған бірқатар консервативтік шараларды жүзеге асырды. Маргарет Тэтчер үкімет басшысы бола отырып, өзі елді әлсіретуші деп есептеген факторларды жою үшін саяси және экономикалық реформалар жүргізді. Оның саяси философиясы мен экономикалық саясаты қаржылық жүйені қайта реттеуге, икемді еңбек нарығын қамтамасыз етуге, мемлекеттік компанияларды жекешелендіруге және кәсіподақтардың ықпалын азайтуға негізделді. Есте сақтаймыз, еңбек нарығын, икемді еңбек нарығын қамтамасыз етуге, мемлекеттік компанияларды жекешелендіруге және кәсіподақтардың ықпалын азайтуға негізделді. Тэтчердің аса жоғары беделі оның басқаруының алғашқы жылдарында жұмыссыздықтың жоғары деңгейіне байланысты төмендеді. Бірақ 1982 жылғы Фолкленд соғысы мен экономикалық даму кезінде қайтадан артты. Бұл оның 1983 жылы қайта сайлануына мүмкіндік берді. Маргарет Тэтчердің басшылығымен Ұлыбритания консервативті үкіметінің саясаты, яғни 1981-90 жылдар аралығында бұрын мемлекет қарауына алынған кәсіпорындар мен экономика салаларын жекешелендірумен, жоғарыда айтып кеткеніміздей, монетаризммен, әлеуметтік бағдарламаларды тоқтатумен қатар жүрді. Біріншіден, Темір ханым тікелей салықты азайтты. Есте сақтаймыз. Маргарет Тэтчер тікелей салықты азайтты. Яғни байлар үшін кіріске салынатын салық 2 есе азайтылды. Және жанама салықтарды керісінше арттырды. Атап айтқанда ККС-ті. Бұл экономиканың әкімшілік механизмін әлсіретіп, нарықтық механизмін күшейтті. Екіншіден, Маргарет Тэтчер мемлекеттік мүлікті ауқымды жекешелендіруді жүргізді. Кәсіпорындарды сату қазынаға 29 миллиардтан астам фунт стерлинг, жылжымайтын мүлікті сату 18 миллиард фунт стерлинг ақша әкелді. Үшіншіден, бюджет тапшылығына қарсы күресу үшін әлеуметтік шығындар мен субсидиялар, оның ішінде артта қалған өңірлерге білім беруге және тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа көмек қысқартылды. Төртіншіден, еңбек нарығының тиімділігін арттыру үшін кәсіподақтардың құқықтары шектелді. Және жұмыссыздық жәрдемақысы азайтылды. Тэтчердің кәсіподақтармен, әсіресе кеншілердің кәсіподақтармен күресінің күшті болғанын атап өту керек. Бұл күрестің барысында пайдасыз барлық шахталар жабылды және ондаған мың адам жұмыстан босатылды. Бесіншіден, Тэтчер Ұлыбританияда 40 жыл бойы қолданылған елден капитал шығаруға шектеуді жойды. Сыртқа капитал шығаруға шектеуді жойды. Нәтижесінде 1982 жылы Ұлыбритания ақш экономикасына құйған инвестициялардың көлемі бойынша бірінші орын алды. Маргарет Тэтчердің барлық әрекеті үш нәрсеге, яғни мемлекеттік шығындарды қысқарту, экономикадағы мемлекеттің үлесін төмендету және нарықты реттеуді тоқтатуға бағытталды. Міне осы үш нәрсеге бағытталды. Бұл саясат кейіннен Тэтчеризм деп аталды. Тэтчердің либералдық реформалары қоғамда наразылық тудырды және 1980 жылдың желтоқсанында оның рейтингі 23%-ға дейін төмендеді. Соған қарамастан Темір ханым өз саясатын өзгертпеді. Бұл саясат көп ұзамай өзінің алғашқы нәтижелерін берді және елдегі экономикалық өсімнің қарқын алуына мүмкіндік берді. Тэтчеризмнің мәні мен ерекше белгілері жеке кәсіпкерліктің еркіндігі, салықтардың төмендеуі, инфляцияны тежеген жоғары банк мөлшерлемелерінің енгізілуі, мемлекеттік кәсіпорындарға дотациялардың азайтылуы, депрессиялық аудандарға көмектің азаюы, әлеуметтік салаға жұмсалатын қаржыны азайту, кәсіподақтармен күрес, қарулану жарысы, ақш және НАТО мен әскери саяси экономикалық ынтымақтастықты нығайту. Тэтчеризмнің ең іргелі қағидасы
еркіндік. Алайда либералдық көзқарастан айырмашылығы оның өз әрекетіне жауапкершілікпен қарауы. Мемлекеттің және азаматтардың қызметін реттейтін заңдар мен институттар жоғарыдан түспей практикалық тәжірибе арқылы қалыптасады. Тэтчеризмнің басқа қағидалары экономикалық еркіндікке қатысты, яғни мемлекеттің аз араласуы, аз салықтар, отбасы мен шіркеудің дәстүрлі институттарына сүйенетін адамдардың жеке өмірінің еркіндігі болды. Мемлекет осындай еркіндікті теріс пайдаланудан елеулі әлеуметтік салдары болған кезде ғана адамдардың жеке өміріне араласады. Келесі сұрақ: социализмнің шведтік үлгісі. Кейде әлеуметтік мемлекет пен капиталистік экономиканың үйлесімін социализм деп атайды. Мысалы, социализмнің шведтік үлгісі туралы осылай айтуға болады. Шведтік үлгі термині 1960 жылдардың соңында Швецияда табысты саяси реформалармен бірге жылдам экономикалық өсім байқала бастаған кезде пайда болды. Мемлекет барлық азаматтарға кепілдіктердің, жеңілдіктер мен әлеуметтік қолдаудың ауқымды топтамасын ұсынуда жауапкершілікті толық өзіне алады. Кәсіпкерлік кірістер мен табыс салығына жоғары салық мөлшерін белгілейді. Әлеуметтік қызметтер саласын кеңінен қаржыландырады. Яғни бұнда керісінше, Ұлыбританияға қарағанда. Міне социализмнің шведтік үлгісі. Швеция, білесіздер, мынау Скандинавия түбегінде орналасқан мемлекет. Халықтың әл-ауқатын реттеу саласында осындай мемлекеттік саясаттың нәтижесі денсаулық сақтау, білім беру және зейнетақымен қамтамасыз етудің бірыңғай жүйесі шеңберінде анықталады. Сонымен қатар өмір сүрудің жоғары деңгейіне барлық адамдардың тең құқылы болуы және соның нәтижесінде әлеуметтік теңсіздік мәселелерінің азаюына әсер етеді. Шведтік үлгі нарықтық экономиканың мейлінше тиімділігі жөнінде ережеден туындайды. Сондықтан мемлекет кәсіпорындар мен компаниялардың өндірістік қызметіне араласпауды ұстанады. Ал нарықтың жағымсыз әлеуметтік шығындарын, атап айтқанда жұмыссыздық пен теңсіздіктің артуын, мемлекеттің еңбек нарығындағы белсенді қызметінің көмегі, пайданың бір бөлігін салық салу арқылы қайта бөлу және инфрақұрылымдық элементтер мен ұжымдық ақша қорларын қамтитын мемлекеттік секторды пайдалану арқылы жеңуге болады. Реформалық идеологияда мұндай қызмет функционалдық социализм атауын алды. Мұндай үлгінің әлеуметтік демократиялық деп те аталуы кездейсоқтық емес. Денсаулық сақтау, білім беру және зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі бойынша барлық адамдардың жоғары деңгейге тең құқықтары және соның салдары ретінде әлеуметтік теңсіздік мәселелерінің азаюы халықтың әл-ауқатын реттеу саласындағы осындай мемлекеттік саясаттың нәтижесі болып табылады. Алайда социализмнің шведтік үлгісінің мағынасы әртүрлі болды және ол оны пайдаланушының нақты қайсыған көбірек назар аударғанына байланысты еді. Бір жағынан Швеция экономикасының нарықтық қатынастар мен мемлекеттік реттеуді, өндіріс саласындағы жеке меншіктің басымдылығын және тұтыну саласындағы қоғамдасуды үйлестіретін аралас сипаты атап өтілді. Екінші жағынан соғыстан кейінгі Швецияның айрықша белгісі еңбек пен капитал арасындағы қатынастар ерекшелігі болды. Көптеген онжылдықтар бойы швед болмысының маңызды бөлігі басты қатысушы тұлғалар ретінде кәсіподақтар мен кәсіпкерлердің қуатты ұйымдарының қатысуымен жалақы төлеу саласында ұжымдық шарттар жасасу туралы келіссөздердің орталықтандырылған жүйесі болды. Оның үстіне кәсіподақтар саясаты еңбекшілердің әртүрлі топтар арасында ынтымақтастық қағидаттарына негізделді. Шведтік үлгіні айқындаудың тағы бір тәсілі Швецияның экономикалық саясатында басым екі мақсат: жұмыспен толық қамтылудың және кірістерді теңестірудің айқын көрінісінен туындады. Сонымен кең мағынадағы шведтік үлгі дегеніміз жоғары өмір сүру деңгейі және кең ауқымды әлеуметтік саясаты бар елдегі әлеуметтік экономикалық саяси өмірдің жалпы көрінісі. Шведтік үлгінің міндеттері. Ұзақ уақыт бойы шведтік үлгінің негізгі мақсаттары жұмыспен толық қамтамасыз ету және кірістерді теңестіру болды. Бұл швециялық жұмысшылар қозғалысының ерекше күшімен түсіндіріледі. 1932 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында
1976, 1982 жылдар, 1991-94 жылдар қоспағанда Швеция социал-демократиялық жұмысшылар партиясы ШСДЖП билік басында болды. 10 жылдықтар бойынша бұл партия мен Швеция кәсіподақтарының орталық бірлестігі ШКОП тығыз ынтымақтасты. Бұл елдегі реформалық жұмысшылар қозғалысын күшейтті. Бұдан басқа шведтік үлгі бір тараптан жұмысшылар қозғалысының, яғни кәсіподақтар мен социал-демократтар, және екінші тараптан ірі өнеркәсіптік компаниялардың арасындағы ымыра мен өзара ұстамдылық рухына негізделді. Осы үйлесімділік рухы шағын Швецияның барлық тараптарының күш-жігерін біріктірген кезде ғана өзін қатаң бәсекелі үлкен әлемде сезінуге негізделген еді. Швецияға тән ерекше факторлардың қатарына өзгермейтін сыртқы саяси бейтараптықты, екінші дүниежүзілік соғысқа қатыспауын, социал-демократиялық жұмысшылар партиясының ұзақ уақыт билікте болуын жатқызуға болады. Сондай-ақ жаңа формацияға, атап айтқанда феодализмнен капитализмге өтудің бейбіт жолын таңдауын, экономиканы дамытуға ұзақ уақыт қолайлы және бір қалыпты жағдай жасауды, жұмысшылар қозғалысындағы реформизмнің үстем болуын, әртүрлі тараптардың мүдделерін ескеру негізіндегі ымыраны, әлеуметтік консенсус практикасында жатқызуға болады. Мінез құлықтың бірнеше ұлттық белгілерінде атауға болады. Олар рационализм, өзіндік тәртіп, мәселелерді шешу тәсілдерін мұқият зерттеу, ортақ келісімге ұмтылу және қақтығыстарды болдырмау қабілеті. Шведтік үлгі мемлекеттің белсенді рөлін көздеді. Оның жүзеге асырылуына тиімділік пен шынайы мүмкіндіктерді ескере отырып, мақсаттарға қол жеткізетін прагматикалық қатынас негізінде капитализм шеңберінде біртіндеп реформалау арқылы өмір сүру деңгейін арттыруды көздеген социал-демократтардың еңбегі сіңді. 50 жылдардың басында шведтік үлгінің негіздері кәсіподақ қозғалысында қалыптастырылғаннан кейін олар социал-демократтардың экономикалық саясатының өзегіне айналды. Осы саясаттың басты қағидаты өндіріс құралдарын әлеуметтендіру және идеологиялық пікірлер үшін өндірістің тиімді нарықтық жүйесінің пайдасынан бас тартуға себептер жоқ делінеді. Шведтік үлгіге өндірістің орталықтандырылмаған нарықтық жүйесі тиімді. Мемлекет фирмалардың өндірістік қызметіне араласпайды, ал еңбек нарығындағы белсенді саясат нарықтың экономиканың әлеуметтік шығындарын азайтуға тиіс деген ережелерді негізге алады. Оның мәні жекеменшік сектор өндірісін барынша арттырудан, пайданың бір бөлігін салық жүйесі арқылы қайта бөлуден және халықтың өмір сүру деңгейін арттыру үшін, бірақ өндіріс негіздеріне әсер етпестен мемлекеттік секторды дамытудан көрініс табады. Бұл ұлттық кірісті бөлудегі, тұтынудағы және қайта бөлудегі мемлекет рөлінің артуына әкелді. Шведтік үлгінің тәжірибесі. Шведтік тәжірибе мен әдістерді оңай экспорттауға және басқа елдерге пайдалануға болады. Алайда тіпті ең озық тәжірибені де бөтен ортаға енгізу өте қиын. Әрбір елдің өз дәстүрлері, тарихы және институттық құрылымдары бар, және шведтік қоғамда назар аудартатын жақсы құндылықтардың көпшілігі өте ертеде пайда болған өзіндік дәстүрлері мен институттарына негізделген. Солай болғанымен басқа елдер кейбір тәжірибелерін ала алады. Мысалы, шведтік үлгінің аса маңызды бөлігі еңбек нарығындағы белсенді саясат тәжірибесін басқа елдер пайдалана алады. Атап айтқанда, жұмыссыздарды қайта даярлықтан өткізу және оларды еңбекке тарту, бос жұмыс орны үшін субсидиялар беру, жұмыссыздарға өтемақы ретінде көп көлемдегі қаржыны жұмсағанға қарағанда оңтайлы екендігін ескеру. Швецияда еңбек нарығындағы саясатқа жұмсалатын шығындардың айтарлықтай бөлігі салықтар мен әлеуметтік сақтандыру жарналары түрінде мемлекетке қайтарылады. Шведтік тәжірибе еңбек нарығында қуатты, жақсы ұйымдастырылған саясаттың жетістігін және салық төлеушілердің ақшасын пайдаланудың тиімді тәсіл екендігін көрсетеді. Әлеуметтік саясат және еңбек нарығын реттеу шведтік үлгіде ең көп назар аударатын шара. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.